Бақыттың кілті еркекте емес. Шынайы оқиға. Бірінші бөлім. Мен Тараз қаласының маңындағы шағын ауылда көп балалы үлкен отбасында 1980 жылы дүниеге келдім. Ата-анам адал еңбек етіп, бізді бағып-қағып, қазақы, дұрыс тәрбие беріп өсірді. Отбасында ата-анам және менен үлкен 2 ағам, 2 әпкем және менен кейін бір інім мен сіңілім барлығымыз бала күнімізден өте бауырмал, бір-бірімізге жанашыр, қамқор болып өстік. Ата-анам қолдарынан келгенше барлығымызды оқытуға тырысты. Әкем үнемі бізге былай деп отыратын: айналайын, қолыңда дипломың, мамандығың болса, өмірде жерде қалмайсың. Әйтеуір бір наныңды тауып жейсің. Осы себепті де жоғары білім алып, қолыңа диплом алу керек дейтін. Мен мектепті бітіргеннен кейін ауыл жақта оқымаймын. Мен үлкен қалаға барып оқимын деп, Астана қаласына экономист мамандығына жоғары оқу орнына құжат тапсырдым. Өзім бала күнімнен өте зерек болатынмын. Мектепте де жақсы оқыдым. Әкем бастапқыда менің үлкен қалаға барып, Астана қаласына барып оқимын дегенімде жібергісі келмеді. Кейіннен ойлана келе: қызым, үлкен қала дұрыс шығар, онда білім бар. Өзің де өте пысықсың, зерексің, етің тірі ғой. Оқимын десең бетіңнен қақпайын, бірақ бостандыққа шықтым деп бет алды кетпе. Үлкен қала, бөтен жер, өз-өзіңе сақ бол айналайын. Ақылың бар ғой, тек сабағыңды оқы деп батасын беріп, анам екеумізді жолға шығарып салды. Сөйтіп анаммен бірге Астана қаласына келіп, оқуға құжат тапсырып, емтихандардан өтіп, оқуға түстім. Нағашымның үйіне жайғастым. Анам жанымызда біраз күн болып, маған сабаққа қажетті оқу құралдарымды, киім-кешегімді әперіп, ауылға қайтып кетті. Астана қаласына қыс ерте түседі екен. Күз айы бастала салып-ақ, қатқыл да қара суық басталды. Мен жылы жақтан келген құс секілді бүрісіп, бастапқыда тоңып, бұл жақтың ауасына үйрене алмай, суықтап, біраз күн ауырып қалдым. Сонда да өзім қалап, таңдап келген жерім еді деп, әрі қарай оқуымды жалғастырдым. Анамның інісі келімбет нағашым мінезі ауыр, сырт көзге түсі суық көрінгенмен, іштей жүрегі жұмсақ, жанашыр, мейірімді жан болатын. Әйелі Айнаш апай да өте сабырлы, мінезі ашық, жақсы кісі еді. Нағашымның менен 2 жас кіші қызы Айнұр мен бастауыш сыныпта оқитын ұлы бар еді. Айнұр екеуміз сырлас құрбылар да едік. Менің Астанаға оқуға түсуіме себепкер болған адамның бірі осы Айнұр еді. Жазғы демалыстарда ауылға келген сайын маған былай дейтін: Гүлнұр, оқуға түсетін болсаң, Астанаға келсеңші. Екеуміз бірге оқимыз. Сен оқуға түскеннен кейін мен де сенің артынша мектепті бітіремін ғой. Сосын екеуміз бірге жүреміз, бірге оқимыз деп қайта-қайта айтатын. Содан мен студент атанып нағашымның үйінде өз үйімде жүргенде емін-еркін университетке барып келіп, қалаға да үйреніп, оқуымды оқып жүріп жаттым. Мен оқуға түскенде 2 ағам үйленіп, 2 әпкем де тұрмысқа шыққан болатын. Әке-шешеміз құда жекжатты, келінді, күйеу балалы болып, ортамызға өзге жұрттың адамдары енген еді. Осы кезде ғана бір тумақ барда бірге жүрмек жоқ екен ғой деген сөздің мәнін ұға бастадым. Осы кезде ер адамның да әйел адамға қол көтерген алғаш рет жездемнен көрдім. Әпкемнің күйін көргенде ең алғаш ер адамға деген жек көрушілік сезімі осы жерде оянған еді. Әңгіменің жалғасы бар. Ден қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.